Короче, бір мужик базарда маса сатып тұрады ғой, 2-литровый банкінің ішінде. Кәдімгі маса, шағатын маса. Елдер айтады ғой, сен қуасың ба, мына заманда масаны кім сатады? Братан, дейді жаңа сатушы. Бұл маса любой әйелдің құмарын қандырады дейді ғой. И бір әйел ылтың-жылтың болып жүреді ғой, бүйтіп, жыпың-жыпың етіп. Ағай, мына масаңыз қанша теңге дейді? 5000 теңге. Сіз айтқандай бәрін істей ме дейді? Иә, бәрін істейді. Мен аламын дейді, жаңа 5000 теңгесін беріп алып кетеді ғой. И мужик айтады, если что сұрақтарыңыз болса, маған звондаңыз, короче. Келемін да бәрін етемін жаңағы. Әйел үйіне барады, жуынып шайын төсегіне жатады, аккуратно банкының крышкасын ашып жібереді ғой, и маса выз деп ұшады, стенаға барып қонып қатып қалады ғой, короче. 1 сағат өтеді, 2 сағат өтеді, жаңағы әйел қарап тұр масаға, сөйтеді анау қозғалыс болмағаны звондайды ғой. Сен масаң қозғалыс жоқ, тұрған күйі тұр дейді ғой. Ой, қазір әпке келемін дейді. Мужик келеді үйіне. Масаға қарап тұрып. Маса, соңғы рет көрсетемін, қарап ал дейді ғой. Тараздан Астанаға самолет ұшайын деп жатады ғой. Алдында ғана самолет айдайтын бар ғой, пилот хабарлайды ғой. Құрметті жолаушылар, біздің самолет 5 минуттан кейін 500 метр биіктікте болады. Ауа температурасы 20 градус 0-ден жоғары. Белбеулеріңізді тағып отырыңыздар. Барлықтарыңызға сәт сапар дейді да, микрофонды өшірді, ұмытып кетеді ғой. Қасындағы пилот қайтады ғой. Бәлә, қазір анау плотно тышып алам да, стюардессаны айдайын деп айтады жаңағы. Самолеттің ішінде 250 адам естиді ғой жаңағын. И самолеттің ең соңғы жағында стюардесса қалып қалады ғой. Қарабет жету керек. 1000-мен жүгіреді ғой жаңағы жағаш. Аяғы шансып қалады да. Сальтамен аунап, юбкасы жиырып кеткен жоғары. Бір кемпірдің алдына топ етіп қойды ғой. Сөйтіп сонда кемпір қарап отырып. Ей, қызым, асықпа. Ол әлі тышат бір. Короче, әйел мен күйеу ұйықтап атады ғой. Сөйтіп әйел шошып оянады ғой. Бай қорқып кеткен. Не болды дейді ғой. Жаным, қорқып кеттім, жаман түс көрдім, ужас көрдім деп айтады. Енді айтсайшы, қандай түс? Жалғыз өзім таудың үстінде кетіп баратырмын. Артыма қарайым, қасқырлар жүгіріп келатыр. Уақыт өткен сайын артыма қарап қоям, қасқырлар көбейіп жатыр. Мен қашып келатырмын, уже жардың қасына жеттім. Аяғым шалым қап жаңағы құздан құлап кетем ғой деп айтады дейді да. И құлап бара жатып бір тал ұстап қалдым деп айтады дейді. Жерді қарасам, жер 500 метр құласаң өлесің. Осы жерде шошып ояндым деп айтады. Көрдің ба, жүрегім әлі дүрсілдеп тұр, жаным дейді екен де жаңа әйел айтып жатқан ғой. Сөйтсе бай тұрып. Енді түс қой, енді болады енді. Енді ана талды жіберсеш, енді ауырып кетті ғой. Короче, бір үйге келін түседі ғой. Сөйтіп комнатасында жатады ғой жаңағы келін, күйеуін күтіп. Жалаңаш төсегінде. Ойламаған жерден енесі кіріп келеді ғой жаңағы. Ей, келін, не жатсың да жалаңаш? Ей, ұялмайсың ба? Ей, мынау киім қайда дейді ғой. Сөйтсе анау сөз тапқан қолға жоқ, саспай келін бүйтіп айтады ғой жаңа енесінде. Апа, бұл махаббат көйлегі, сіз дұрыссыңыз дейді ғой. Дейді. Махаббат көйлегі. Келесі күні жаңағы енесі де апасы өзінің комнатасында жатады жаңағы. Атамызды күтіп. Сөйтіп жаңа комната кіріп қалса жаңағы апа жатыр дейді. Жалаңаш. Ата тұрып, ей, мынауың не десе? Бұл махаббат көйлегі деген ғой. Хотя бы ана көйлегіңді үтіктеп алсайшы деп айтады. Короче, 41-ші жыл немістер мен Совет өкіметі соғысып жатыр ғой. Гитлер мен Сталин бір-біріне связға шығады. Соғысып жатыр. Өліп жатқан ешкім жоқ. Бәрі окоптарында тығылып жатыр. Одан екеуміз былай келсек дейді. Неміс жақтан, біз жақтан бір орыстың есімін айтамыз. Сол орыстар шығады. Біз пақ деп соларды атамыз. Дәл солай сендер бір немістің есімін айтасыңдар. Ақсүйрек пен көксүйрек. Иә, ақсүйрек пен көксүйрек. Сөйтіп соғыспасақ, бәрі тығылып жатыр дейді ғой. Немістер бастайды. Володя дейді ғой. Өңшең Володялар атып шығады. Пақ атып бастайды. Ар жақтан тұрады да орыстар немістерге қарап тұрып, Швайштайгер дейді ғой. Пақ өңшең Швайштайгерлерді атып бастайды. Сөйтсе окопта бір қазақ жатыр дейді. Нөгірбек деп айтпаса.
короче, бір ауылға айдаһар түседі ғой, сөйтеді да ауылды жайпап атады ғой, қиратып аузынан от шығарып, өшіп ауылды бычытқып атады ғой. Ауыл ақсақалдары тұрып, бізге батыр керек деп батырға барады. Батырға мән жайды айтып түсіндіреді. Ана батыр қарап тұрып, маған ойлану керек дейді ғой. Қанша уақыт десе, 1 ай дейді ғой. Қуасың ба, короче. Екінші батырға барады. Екінші батырға барса, маған да ойлану керек дейді ғой. Қанша уақыт десе, 2 ай дейді ғой. Сендер естерің дұрыс па деп үшінші батырға барады. Үшінші батырға барса, короче, ана үшінші батыр киіз үйдің ішінде жантайып алған, қымыз ішіп отыр дейді, от души да. Жағдайды айтып түсіндіреді ғой анаған. Сөйтсе ана батыр орнынан атып тұрып, жүгіріп барып жаңағы айғырына қарғып мінсе, ауыл ақсақалдары тұрып, ой, міне батыр, палуан, халықты ойлайтын адам осы деп айтып атқан ғой. Сөйтіп айтады дейді жаңа, ана батырлар ойланамыз деп жатыр, сен ойланбайтын ба едің деген ғой. Сөйтсе ана батыр резко бұрылып, бұндайда ойланатын түгі жоқ, бұндайда қашу керек. Короче, бір әнші жігіт күніге азанғы таңғы сағат 6-да ашқараңда шикі жұмыртқа жеді екен. Жұмыртқаны алады екен, зубочисткамен вырк еткізіп теседі екен да, деп сорады екенші. Еще денсаулығына пайдалы. Кәдімгідей дауысы да мощный болып кеткенші. Содан не керек, короче, күндердің күнде тағы да бір жұмыртқаны ішейін деп тырс еткізіп жаңағы тесетті бітіп деп сорады. Ештеңке жоқ. Прикинь, жұмыртқаның ішінде ештеңке жоқ. Сорады, түсінбейді, короче. Жаймен бейтіп қараса, ішінде бір балапан отыр дейді бейтіп. Братан, жақсылап бір сорып жүрші. Болашақ программасымен бір жігіт оқып келеді ғой. Сөйтіп оны әкім қылып қояды ғой бір ауылға. Сөйтіп ол жігіт бүкіл ауыл тұрғындарын жиналып, жиналыс өткізеді ғой. Дорогие наши жительницы, мы должны реализовать все свои планы, поднимать инвестицию, цифровизацию, конкуренцию деп айтып атса, бір ауыл ақсақалда қойшысы тұрып, ей балам, енді айтып атқаның дұрыс шығар, бізге қарағанда сен енді оқып келгенсің. Бізді мазалап жүрген мәселе, басты мәселе, анау қасқырлар біздің қойларды қыстың күні жеп кетеді дейді ғой. Анау тұрып, мы займемся этим вопросом, мы должны сначала поймать этого волка, вожака, потом кастрировать, точнее Пштыргенский, а потом отправим в стаю, и таким способом мы избавимся от этой проблемы десе, ана шал бегет дейді. Ей, балам-ау, ол қасқыр біздің қойларды зорлап жүрген жоқ, жеп жүрген. Бір жігіт досын айтады ғой, брат, ақша керек пе дейді, керек дейді, мен саған 5 миллион беремін дейді ғой, бірақ ол үшін мен 4 заданиямды орындайсың. Бірінші задания 10 күн тамақ ішпейсің дейді ғой, анау болды дейді, и 10 күн шыдайды ақша үшін, шыдап жүреді, келеді. Екінші задания плотно барда тамақ ішіп ал дейді ғой, барады, плотно тамақ ішіп алады. Үшінші задача, короче, енді 20 күн тамақ ішпейсің дейді ғой. 20 күн шыдайды, азып кеткен, асқазанда түк жоқ, сылдыр-сылдыр, сүйек уже нанет азып жатыр да, бірақ орындайды, қайтып келеді. Енді дейді, 4-ші задания, айдалаға барасың да, по большому отырасың, короче, үлкен дәретке. И анау барады, түнде ешкім жоқ, былай қарайды, шалбарын шешеді, отырады ғой, тым-тырыс. И бір дауыс шығады ғой, ғырт, былай қарайды, ешкім жоқ. Сөйтсе, қарақтаса, көті шөп жеп жатыр. Короче, 90-шы жылдары ғой, ана свет часто өшіп тұратын кезде, короче. И бір квартирада жас жұбайлар отырады ғой, свечамен әңгіме айтып, романтический болып. Сөйтеді да, іштері пысатты, ана күйеу айтады ғой, жаным, давай пукать етіп, свечаны өшіріп жарсамыз дейді ғой. Әйелі, давай дейді, короче, пысып отыр да, короче. Сөйтеді, мен бірінші дейді да күйеуі. Пиш еткізеді ғой, короче, свечаға. Свеча өшейін, өшпей қалады ғой, қайып жаңып кетеді. И әйел мен очердім дейді, біш еткізеді ғой, короче. Свеча, астындағы тарелкасымен бірге ұшып кетеді ғой. Күйеуі шоки, көз бақырайып кеткен да, мынандай, енді, жанне келіп, юксін көтеріп қалса. Бәсен сенде қос ауыз екен ғой.